Қайырлы күн, құрметті оқушылар, сіздермен Сымбат Самат. Бүгін бізде 5-ші сыныптың English Plus кітабы бойынша 6-шы беттегі тапсырмаларға шолу жасаймыз. Vocabulary, countries, яғни мемлекеттер, елдер туралы өтеміз. I can talk about places. Мен жерлер туралы айту білемін. Көріп тұрғандарыңыздай, бірінші суреттер берілген, ол суреттерде адамдар бейнеленген және олардың қасында мемлекеттің тулары тұр. Қазір бірінші тапсырманы орындағанда біз осы суреттерді пайдаланамыз. Listen and read match 1 to 6 with pictures A to F. Аудионы тыңдап және мына тапсырманы оқуымыз керек. Төменде 1-ден 6-ға дейін берілген және оны сәйкес A және F әріптеріне дейін белгіленген суреттермен сәйкестендіруіміз керек. Мысалы, біріншісін оқиық. Hi, my name is Lucas and this is a poster of my favorite basketball player. He's from the United States. Сәлем, менің есімім Лукас және мұнау менің сүйікті баскетбол ойыншымның постері, яғни суреті. Ол Америка құрама штаттарынан. Суреттерге қараймыз, яғни оның қолында баскетбол ойыншысының суреті болу керек. Сол баланы іздейміз. Қарасақ F әрпінде сол баланың суреті тұр. Демек ол Лукас. 1 F. Келесі екінші сөйлем. Hello, I'm Jeremy. These are my friends Vendula and Dana. They are from the Czech Republic. Сәлем, менің есімім Джереми. Бұлар менің достарым Вендула және Дана. Олар Чехия Республикасынан. Суреттерге қараймыз. Екі досы тұру керек, екі досын таныстырды бізге. Демек, D әрпіндегі сурет. Яғни, ол Чехия Республикасының туы тұр және артында екі досы тұр. Үшінші сөйлем. Hi, I'm Ержан and I'm 10 years old. I'm from Astana. It's the capital of Kazakhstan. Сәлем, менің есімім Ержан және мен 10 жастамын. Мен Астанаданмын. Ол Қазақстанның астанасы. Әрине, бірінші A әрпінде тұрған сурет, ол Ержанның суреті. Келесі төртінші сөйлем. Hello, my name is Ivan and this is my friend Yetiz. We are from Istanbul in Turkey. Сәлем, менің есімім Evan және бұл менің досым Yetiz. Біз Түркиядағы Стамбул қаласынанбыз. C әрпіндегі суретте екі дос баланың және Түркияның туы бейнеленген. Демек, бізде 4C. Бесінші сөйлем. Hi, I'm Clara, I'm 11 and I'm from Sao Paulo in Brazil. It's a very big city. Сәлем, мен Кларамын, менің жасым 11-те және мен Бразилияның Сан-Паулу қаласынанмын. Ол өте үлкен қала. B әрпінде тұрған суретте бізде Бразилияның туы бейнеленген және қыздың суреті тұр. Демек, бұл бізде Клара. 5B. Соңғы 6-шы сөйлем. Hello, my name is Kati and I'm from Budapest. It's the capital of Hungary. Сәлем, менің есімім Кати және мен Будапешттемін. Ол Венгрияның астанасы. Және бізде соңғы қалған сурет, ол И әрпіндегі сурет, қыздың суреті және Будапешттің туы бейнеленген. Демек, 6И. Екінші тапсырмаға көшейік. Match the countries to the capitals, write sentence, then listen and check your answers. Яғни біз мемлекеттермен олардың астаналарын сәйкестендіруіміз керек және сөйлем құрап жазуымыз керек. Мысалға қарайтын болсақ, Prague is the capital of the Czech Republic. Прага Чехия Республикасының астанасы деп тұр. Мына кестеде берілген басқа астаналар мен басқа мемлекеттерді сәйкестендіріп сөйлем құрап жазамыз. Үшінші тапсырмада think of more countries than the capital state, яғни бұдан кестедегіден бөлек елдер мен олардың астаналары туралы ойлаймыз. Және төртінші тапсырма work in pairs, test your partner, make true and false sentence about cities, countries and the capitals. Жұп болып жұмыс жасауымыз керек. Қасымыздағы жұбымызды тексеру үшін мемлекет және оның астанасына қатысты сөйлемдерді бұрыс және дұрыс қылып құрып, соның жұбымызға тексертеміз. Мысалы, London is the capital of Great Britain. Яғни бұл дұрыс сөйлем, Лондон себебі Ұлыбританияның астанасы. Ол кезде біздің жұбымыз жауап беру керек. Yes, London is the capital of Great Britain деп. Немесе былай айтсақ болады. Астана is the capital of Turkey. Яғни Астана Түркияның астанасы дедік. Бұл әрине қате сөйлем. Сондықтан біздің жұбымыз No, Астана is not the capital of Turkey. Астана is the capital of Kazakhstan деп жауап беру керек.